Сіз неге маған қазір түртіп тұрсыз? Жоқ, сіз менен не сұрап тұрсыз қазір? Жоқ, сіз неге мені түртіп тұрсыз? Мен сіз түртіп тұрған жоқпын. Қолыңызбен итеріп тұрсыз. Жоқ, мен есікті жауып жатырмын. Шетелдік инвесторға интимдік зорлық көрсетті деп күдіктелген депутат қамауға алынды. Бұл туралы Түркістан облысының полиция департаменті мәлімдеді. Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Күдікті ретінде Шымкент қаласының тұрғыны анықталып, қамауға алынды. Қазіргі уақытта барлық мән-жайларды анықтауға бағытталған қажетті іс-шаралар атқарылуда. Байжансайға барып, басын бәйгеге тіккен қытайлық инвесторды кім шақырды? Депутат па, әкімдік пе? Осы сауалдың жауабын білмекке басқармаға бардық. Жиналысты желеу еткен басшыны әзер қуып жеттік. Нұрлыбек мырза, саламатсыз ба? Мен жиналысқа кетіп баратырмын. Көп уақытыңыз Акиматтың прессасы бар. Сол прессаға барып, кез келген сұрақтарыңыздың бәрін сол прессаға айтыңыз да. 1 минут бұрын 1 минут уақытым жоқ деген басшы лифтіге біресе мініп, біресе түсіп, жауаптан жалтарудың жолын іздегендей болды. Жауабын алмай кетпейтінімізді түсінді ме, тілге келді әйтеуір. Ол Байжансайда неге ешқандай біздің қатысымыз жоқ, біздің инвесторлар емес ол. Кімнің инвесторлары? Бізге ешқандай инвестор емес ол. Біз арқылы өткен инвестиция ешқандай жаңағыдай не жасамаған. Жобасы жоқ олардың. Басқарма басын ала қашты. Байжансайдағы инвесторға 3 қайнаса сорпамыз қосылмайды дегенге саяды сөзі. Депутаттың әріптесін әңгімеге тарттық. Мәслихат төрағасы Әліптің артын бағамыз дейді. Тергеу амалдары жүріп жатыр. Өздері анықтайды, сосын кейін барып шығады. Біз оны білмейміз ба. Мәселенің мән-жайын полиция анықтайтын болады. Жазира Жұмабек, Мирас Мұратұлы, Шындық кезет ақпараттық порталы.